Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында әрі оңай, әрі тез дайындалатын дәмді пирог дайындайтын боламыз. Біз ең алдымен 4 жұмыртқаны үстіне 250 грамм қантты салып, жақсылап миксерлап алатын боламыз. Миксерлау уақыты шамамен 2 минут. Сіздер осылай аппақ көбік болғанша миксерлайсыздар. Осындай аппақ болып шықты менде. Одан кейін 200 мл сүт және 180 мл сұйық май құясыздар. Одан кейін тағы да кішкене миксерлап, шамамен 20 секундтай миксерлап аласыздар. Одан кейін 350 грамм ұнның үстіне 10 грамм қопсытқышты салып араластырасыздар. Және осы ұнды жұмыртқа мен қанттың үстіне салып, венчикпен жақсылап араластырып аласыздар. Миксерлаудың қажеті жоқ, өйткені сіздердің жаңағы көтерілген консистенцияларыңыз қайтадан түсіп кетуі мүмкін. Одан кейін біз бетін әрлеу үшін жаңа кішкене бөлігін алып, осының үстіне 3 шай қасық какаоны саламыз. Менде кондитерлік қапшық жоқ болғаннан кейін осындай салафанды алдым үйде. Бұл бізге бетін әрлеу үшін керек болады. Енді қамырымызды алып формаға құямыз. Менде форма 24 сантиметрлік. Одан кейін әрлеу үшін осы ақ қамырдың үстіне жаңа қоңыр қамырды осылай точка ретінде салып шығамыз. Одан кейін ағаш таяқшамен осылай жүргізіп шығыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.